Сәлем, бұл заманның кеселеу курсы. Бұл видеода біз картинканы, осы өзіңіз көріп тұрған схема дизайна айналдырамыз. Ол үшін біз бірнеше лайфхактар қолданамыз. Бірінші, мына картинканың сапасы нашар, өзіңіз көріп тұрғандай. Бұл жерде енді бұл заказды орындау үшін біз бірнеше оны бөлікке бөліп тастау керекпіз. Бірінші, ортасындағы боксерский перчатка, одан кейін мынау жапырақтардан венец, және мынау бұл лента, және астындағы жазу. Осының барлығын сол жақтағы инструменттерді қолданып жасауға болады қолмен. Бірақ бұл уақыт өте көп кетіп қалады. Сондықтан біз осындай лайфхак жасаймыз. Аламыз, интернетті ашамыз. Мен уже алдын ала интернетке бел жазып қойдым. Мынау боксерскийін жазып қойдым. Аламыз да осыны, мысалы, соған ұқсайтын біреуді аламыз. Міне осыны аламыз. Копировать етеміз. Одан кейін welcome аламыз да ашамыз. Ставить. Так, біреу бар. Екіншісі. Келесі бұл венец. Так, мынау ұқсайды. Барынша ұқсайтыны. Мынау вектор. Ұқсайтыны аламыз барынша. Копировать картинку. Немесе жерде тағыдан іздейміз. Не осы жақсы екен. Копировать картинку. Осы жерге алғанымызда ставить дейміз. Мен Ctrl-V деген горячий клавиш арқылы. И соңғысы мынау лента және Амантаев деген жазу. Мен уже оларда мынау инструменттермен жасаймын. И как раз сіз бүгін сол жақтағы инструменттердің бірнешеуін көресіз. Кеттік ал. Лайфхак қалайша біз қолданамыз. Мынау дайын картинка, сапасы жақсы. Осыны аламыз да біз мына жақта бізде сол жақтан инструмент бар. Мынау осы жақтағы иконкада кішкентай үшбұрышты бассақ, осындай инструменттер шығады. Міндетті түрде біз картинканы, қай картинканы схемаға айналдырамыз, соны бірінші обводить етеміз. Одан кейін аламыз да, мына жерде интеллект дизайн деген бар. Осыны басам. Одан кейін менде осындай кішкентай окно шығады. Одан кейін бұл жерде полностью уже обрабатывать етті. И окей деген кезде бізде осындай шығады. Пропустить цвет деген бар. Яғни қай жаққа вышивка жасаудың қажет жоқ. Бұл жерде бізде ақ. Неге? Өйткені маған тек қана қара ғана вышивка жасау керек. Сондықтан осыны ғана схемасы қазір жасалынады. Қазір көресіздер. Одан кейін аламыз да пропустить цвет. Ақты пропустить, яғни қара тек қана вышивканың схемалық дизайнына айналады. Кеттік. Міне көрдіңіздер ма? Міне. Схемалық дизайнына айналады. Одан кейін ақты аламыз да артындағы сурет алып тастаймыз. Енді осыны кішірейтеміз де, немесе мынаны үлкейтеміз де, жаңағы мынаны аламыз да бірінші біріктіреміз. Біріктіру деген қалай? Полностью обводить етеміз. Одан кейін аламыз да и деген әріпті басамыз. И жоғары және ең төмендегісін басамыз. Сол кезде полностью бір схемаға айналды. Мынау бөлінбейді. Опа, бізде бөлініп кетті. Егер де бұл бірікпейтін болса, біз аламыз да обводить етеміз. Одан кейін аламыз да мына жерде, мысалы, мынау обводить етілді. Оң жақ мышканы басамыз. И мына жерде группировать деген бар, соны басамыз. Енді бұл бірге болып тұрады. Қараңыздар, міне группировка бар. Бұл бөлінбейді енді. Осыны аламыз да суретке алып келеміз.
яғни сізде 100% болмау мүмкін суреттер. 100, бірақ соған жақын болуы мүмкін. Мақсат сапалы картинка жасау. Кеттік. Енді екінші бізде Венец. Венецті тура солай бағанағы үшбұрышты Венецті обводить етеміз. Одан кейін үшбұрыштың басамыз. Одан кейін мынау интеллект дизайнды басамыз. Одан кейін мына жерде екі түс окей дейміз. И ақ түсті пропуск етеміз. Окей. Мінекей жасау уже дайын болды. Аламыз да артындағы суретті алып тастаймыз. Қайтадан и деген әріпті басамыз. Ағылшынша и. Мына жерде жаттасам бар ма, жоқ па? Міне, ветвление деген бар, осыны басамыз. И аламыз да бірінші және ең соңғысы. Яғни біріктіріп жібереді. Барлығы бірікпеді. Қайтадан аламыз да ветвление уже болмайды. Сондықтан аламыз да группировать етеміз. Объекты, разместить. Мына жақта. Аламыз да и группировать дейміз. Сол кезде бөлек-бөлек бөлшектері бірге болады. Мінекей Венец. Енді 100% копировать етпейді, бірақ та жалпы суреті сол болып тұр ғой, көрдіңіз, мақсат сол. Одан кейін аламыз да уже астындағы лента. Лентаға келеді екен өзі. Астындағы лентаны бүйтіп продолжать етеміз. Енді қандай инструмент қолданамыз? Бізде бірнеше вариант бар. Мен енді бұл жерде мынау қайсыны қолданамыз? Мен бұл жерде мына инструментті қолданамын. Бұл бізде создать колонку дейді. Қазір қараңыздар, қалайша бұл колонка болады. Аламыз. Мысалы. Бірінші тест жасаймыз. Міне, көрдіңіздер ма? Колонка деген қандай. Егер де бізге қажет жоқ болса, онда escape басамыз. Delete дейміз. Колонка аламыз да бірінші ашық алаңға басамыз. Одан кейін жаңағы создать колонканы дейміз. И мышканың сол жағы бұрыштарды алып келеді. Мышканың оң жағы доғау колонка создавать етеді. Көрдіңіздер ме? Мен қазір оң жақ мышканы қолданып отырмын. Егер де бізге артқа бару керек болса, ол точканы backspace деген бар. Соны басамыз. Мына жерде біз уже қате. Бір-біріне осылай перпендикулярны болу керек, сол кезде сапасы күшті болады. Енді бәрі біткеннен кейін интерді басамыз. Мінекей, осындай бізде Венец шықты. Енді лайфхак сіздерге осы сіздер жасаған создать колонканы аласыздар да, оң жағына жасамау үшін мышканың оң жақ кнопкасын басасыздар. Одан кейін дублироваться смещением деген бар, соны басасыздар. Одан кейін
қарамақшы жаққа алып келесіз де, и осы жерде осындай кнопка бар. Отразить горизонтально деген. Көрдіңіздер ме? Болды, енді осыған бүйтіп алып келесіздер. Мінекей сіздерде венец дайын болды. Артындағы картинканы алып тастайық. Қараңыздар. Венец, перчатки и астындағы лента. И енді астына Амантаев деген жазуды жазам. Ол үшін алдыңғы сабақтарда көрсетілген. Амантаев. Қатесіз жазу керек. Өйткені вышкада ғана байқалса, бұл уже үлкен қателік болады. Мына жерде бізде создать текст. Енді мен бұлардың түстерін өзгертейін. Амантаевты мысалы көпке өзгертейін. Қалғандары. Так, картинканы алып тастайын. Ортасына алып келейін. Амантаев деген жазуды. Все, көрейік общий. Мысалы 140-та 140 дейік. 139-да. Біздің ең кішкентай пәл саған. Әдемі келеді екен. Мінекей кестелеу курсының келешек шеберлері. Сіздер бүгін бірнеше лайфхактарды көрдіңіздер. Міндетті түрде бұл лайфхактарды орындаңыздар. Сол кезде жұмысыңыз жылдамырақ болады. Келесі сабақта көріскенше сіздер оған заманауи кестелеу курсы.